Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін менімен бірге дәл осындай жұмсақ, өте оңай дайындалатын зебра пирогын дайындаймыз. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және қоңыраушанды басып қойыңыздар. Себебі арнамда апта сайын сіздерге керекті ақпараттармен бөлісетін боламын. Ыдысымызға жұмыртқамыз салып, оның үстіне сұйық майымыз салып, одан кейін осылай қаймағымыз салып алып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Және сұйық массамызға кішкене шым тұз салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызға қантымызды қосып, одан кейін қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық массамызға құрғақ ингредиенттерімізді қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Массамызды тағы бір басқа ыдысқа бөліп алып, келесі бір массамызға какаоымызды қосып араластырып аламыз. Енді ас қасығымыздың көмегімен бірінші ақ массамызды, одан кейін какао қосылған массамызды қосамыз. Осылай жалғастыра береміз. Одан кейін тіс шұқығыштың көмегімен дәл осылай видеода көрсетілгендей өрнек жасаймыз. Дайын болған массамызды 180 градуста қызып тұрған пешке 20 минутқа салып аламыз. Видеоның соңына дейін тамашалаған болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және қоңыраушанды басып қойыңыздар. Себебі арнамда апта сайын жаңа видеолар шығып отырады.